Сәлем, болашақ магистрант. Бізде кезек тақырып мәліметті енгізу және шығару. Енді Python тілінде мәліметтерді экранға шығару және қолданушыдан қандай да бір ақпаратты мәліметті санды сұрау үшін бізге print және input функциялары қолданылады. Яғни бізде print экранға шығару үшін, ал input бізде қолданушыдан қандай да бір ақпаратты сұрау үшін немесе енгізу үшін қолданылады. Енді print функциясы және форматтау. Яғни осы сабақта біз print функциясы және форматтауға тоқталатын боламыз. Форматтаудың қандай түрлері бар, соған байланысты практикалық есептер мен практикалық тапсырмаларды орындайтын боламыз. Енді бұл жерде қарап тұрғандарыңыздай print ары қарай бізде тырнақша ішіне алынған сәлем әлем сөзі, яғни бұл бізде тексттік форматта. Ары қарай бізде print 42 саны бізде int бөліміне жатады, және де print 3.14 бізде float типіне жатады. Енді осыны практика жүзінде іске асыратын болсақ, бізде осындай мәнді шығарып береді. Сәлем әлем және 42 саны ары қарай 3.14 мәні. Яғни бұл жерде print бізде шығару операторы, ары қарай бізде тырнақша ішінде қандай да бір мәтін жазылды, және де сан жазылды, ары қарай бізде сандар жазылды. Санды, яғни біз осылай жазуымыз керек. Сонда бізге нақты осындай санды шығарып береді. Келесі. Енді бірнеше мәнді шығару бойынша, яғни бұл жерде қарап тұрғандарыңыздай name, Али деген есімді, қандай да бір адамның аты, және де age, жасы 25-те, яғни 25 байқап тұрғандарыңыздай мына жерде тырнақшаға алынбады. Яғни қандай да бір сөз жазған кезде біз тырнақшаға алуымыз керек. Енді print арқылы бізге шығаруымыз керек. Осы адамның ақпараттарын шығаруымыз керек. Яғни бұл жерде менің атым деп басталады, және де name айнымалысын осы жерден қабылдап алады, және де мен сөзін біз өзіміз енгіземіз. Себебі егер де біз мысалы 100 адамнан мәліметті алатын кезде, 100 адамның мәліметін шығаратын кезде осындай сөзді қоямыз, сонда біз әрқайсына жазып жүрмейміз. Яғни age айнымалысының ішіндегі мәнді қабылдайды, жасы 25-те. Енді жастам деген сөзді осылай біз қосып шығамыз. Енді осыны практикалық түрде көрсететін болсам, бізде, яғни менің атым Али, яғни бұл жерде ешқандай тырнақша тұрған жоқ. Яғни айнымалыны алды. Али, және де мен сөзі бізде енгізген, және де 25 жастамын, age ішіндегі айнымалы 25 санына тең. Яғни осындай мәнді алады екенбіз. Келесі бізде форматтау әдістері. Форматтау әдістері бізде 4 түрге бөлінеді екен. Яғни біріншісі f-strings, яғни Pythonның 3.6 версиясынан жоғары, яғни осындай форматтау әдістері қабылданады. Ары қарай формат әдісі, және де осындай процент, пайыз операторын қолдану. Яғни бұл бұрындары қолданылған әдіс, және де sep және end параметрлері. Ал sep және end параметрлері бізге өзгеше және қызықты болады. Ары қарай мына мысалда байқап тұрғандарыңыздай бізде форматтаудың бірінші әдісі. Яғни бізде форматтау әдістері f-strings, яғни 3.6 версиясынан жоғары, ең ыңғайлы және заманауи форматтау әдісі. Енді бұл жерде бізде адам аты және 25 саны, одан кейін print f, осылай форматтау сөзі қолданылады. Ары қарай менің атым, осындай қалай айтсақ болады, фигуралық жақшаның ішіне сақтаймыз, және де мен сөзін жаздық жаңағыдай. Енді осыны аламыз да біз практика жүзінде іске асырамыз. Яғни бұл жерде бізде мәнді қабылдады, яғни форматтау жүзеге асты. Келесі форматтау түрі бізде формат әдісі. Ең ыңғайлы және заманауи форматтау әдісі. Бұл жерде осындай фигуралық жақшаның ішіне сақтаймыз, және формат name age деп енгіземіз. Енді бұл жерде бізде мән қалай шығады? Яғни бір-біріне ұқсас форматтау әдістері, және формат біз соңында енгіздік, соны бізге сәйкесінше жасты соңынан, және де адам атын бірінші шығарды. Келесі бізде пайыз арқылы шығару, яғни пайыз арқылы бізде көбінесе ескірген форматтарға сәйкес болады. Мен сіздерге алдын ала осы кодтарды дайындадым, себебі кодты жазып отыру көп уақытты алады. Енді тура осындай мән шықты. Енді келесі мысалды көрсетейін.
sep және n параметрлері, яғни sep және n параметрлері бізде осындай екі түрге бөлінеді. Яғни print, бізде қарап тұрғандарыңыздай print арқылы бастаймыз. Және де Python ең үздік. Және де sep арқылы біз әр сөздің арасына осындай сызықша беретін боламыз. Енді бізде осындай мән шығуы керек. Және де Pythonда бір ескеретін жағдай, комментарий бізде осындай тор белгісімен жазылады. Яғни тор белгісімен сіздер өздеріңізге, егер де мысалға мына жерде бір кодты түсінбеген жағдайда, осылай тор белгісін қойып, өздеріңізге түсінікті ретінде қойсаңыздар болады. Енді print жаңа жолсыз шығару, бұл жерде end осындай параметр арқылы қолданылады. Sepта біз әр сөздің арасына сызықша қойған болсақ, ал endта бізде жаңа жолсыз шығару, яғни жаңа жолсыз шығару сөзіне біз мына сөйлеммен жалғасады дегенді осылай бір-бірін қосып жібереміз керек. Яғни бізге ешқандай абзац, ешқандай жаңа жол керек емес, осы сөзді біз біріктіруіміз керек. Яғни қандай да бір мәтін шығаруымыз керек. Енді осыны біз қолданатын болсақ, енді бастаймыз. Енді байқап тұрғандарыңыздай, sep арқылы біз қандай да бір символды, керекті өзімізге қажетті сөзді немесе символды қостық. Сол арқылы біздің сөзіміздің арасына осындай белгі қойылды. Егер де мен мысалы мынаны плюске айналдыратын болсам, бізде әр сөздің арасына осылай плюс қойып шықсақ болады екен. Енді бұл қандай жағдайда тиімді? Егер де сіздер мысалға қандай да бір белгіні қоюды ұмытып кетсеңіздер, арасына бірдей белгі қойғыларыңыз келетін болса, осындай sep параметрін қолдансаңыз болады. Енді жаңа жолсыз шығару end параметрі бізде осылай жалғасты. Яғни мен мысалға мына endті алып тастайтын болсам, мына жерде бізде мына сөйлеммен жалғасады деген сөзіміз астыңғы қатарда тұрады. Яғни енді endті қойғаннан кейін бізге астыңғы қатардағы сөзді бізге үстіндегі сөзге жалғастырып берді. Енді келесі. Input арқылы қолданушыдан мәлімет алу. Енді көптеген жағдайда бізде input қандай кезде қолданылады? Input бізде функциясы қолданушыдан мәлімет алуға мүмкіндік береді. Яғни сіздер мысалға Instagram әлеуметтік желісінде, басқа да YouTube әлеуметтік желісінде комментарий қалдыратын кезде, осы input функциясы қолданушыдан сіздерден осындай ақпараттар сұрайды. Яғни комментарий сөздер осы input арқылы жүзеге асады. Енді бұл жерде анкета толтыруға байланысты мысалды келтірейік. Енді осы мысалды тексеріп көрейік практика жүзінде. Енді input алынды, міне name айнымалысы, және де біз өзіміздің атымызды енгізген жоқпыз. Яғни мына жерде name айнымалысының ішіне input арқылы қолданушының енгізген аты жазылады бірінші кезекте мына жерге. Және де print арқылы біз сәлем сөзін жазамыз, және де name айнымалысы қолданушы енгізгеннен кейін осы кодтың ішіне келіп орналасатын болады. Енді сақтаймыз. Атыңызды енгізіңіз дейді мына жерде. Мен қандай да бір адам атын енгізейін. Бізде сәлем Арман деген сөз шықты. Яғни мен енгізген ат бойынша осы жерге орналасты, және орналасқан атпен бізге print арқылы сәлем сөзінің арасына қосып берді. Енді осылай түсінікті деп ойлаймын. Input арқылы жүзеге асады. Келесі сандарды енгізу. Енді input арқылы бізде сандарды енгізудің ішінде бізде int, float негізгі түрлеріне тоқталатын боламыз. Pythonда input әрдайым string түрінде мәлімет қайтарады. Сан ретінде сақтау үшін int немесе float функцияларын қолданады екенбіз. Яғни біз айтып өткенімізде жаңа input'тың ішіне сан немесе сөз барлығын енгізе алмаймыз. Яғни тек сөзді енгіземіз. Және де санды енгізу үшін біз міндетті түрде сол қолданушыдан сұрайтын санымыздың бүтін бе, әлде нақты сан ба, соны анықтап аламыз. Содан кейін біз осы типті input функциясының алдына қояды екенбіз. Енді бізде age тең болады int бүтін сан арқылы input жасыңызды енгізіңіз деп бастадық. Және де height бізде бой, float бізде яғни бой қандай да бір 185,106 деген сияқты сондай мәндер шығуы мүмкін. Сол үшін біз бүтін нақты сандар
аламыз, яғни көтеру бар деген сияқты. Және де input арқылы бойыңызды енгізіңіз және метрмен. Осы санды сұраймыз. Және де print арқылы біз осы сөздерді шығаратын боламыз. Енді бастаймыз. Мына жерде байқап тұрғандарыңыздай енгізіп алдық. Input арқылы жасыңызды енгізіңіз деп сұрадық. Және де бойында осы float типіне енгіздік. Енді жасыңызды енгізіңіз дейді. Мына жерде бізде Али кейіпкеріміз 25 жаста деп есептейік. Және де оның бойы болсын 185 болсын. Міне көрсеткендей код енгізді, және де age айнымалысын алды. Сіз 25 жастасыз және бойыңыз 185.0 метр, яғни float арқылы біз қабылдағандықтан мына жерде біз өтір қоймадық, сондықтан 0 саны сақталады. Яғни осылай біз практикалық тапсырмалар арқылы жалпы input пен printtің қайда қолданылатын, жалпы қандай сандар, қандай типтерде қолданылатын түсініп өттік. Және де форматтау әдістерінде қолданып өттік. Енді қысқаша қорытынды жасайтын болсақ, print бұл жерде бізге экранға шығару үшін қолданылады. Яғни қандай да бір сөздерді біз енгізіп қоямыз және де соны экранға шығарамыз. Ал қолданушы оны өзгерте алмайды. Ал мәліметтерді форматтау үшін бізде fstrings, формат және де пайыз операторларын қолдануға болады. Ал input арқылы біз қолданушыдан мәлімет алуға болады. Яғни қолданушы өз еркімен сол сөзді немесе санды енгізе алады екен. Және де int және float арқылы енгізілген жолды санға айналдырамыз. Яғни сіздер адам атын енгізетін кезде int және floatты қолданбайсыздар, тек қана input арқылы сұрай аласыздар. Ал егер де сан сұрайтын болсаңыздар, бой сұрайтын болсаңыз, жас бойынша ақпараттар сұрайтын болсаңыздар, осы int және float типтерін қолданады екен біз. Жалпы осы сөздерді жаттап алыңыздар, осы операторларды, функцияларды мұқият түсініп, мұқият тыңдап, барлығын практика жүзінде іске асырып қолданып көріңіздер, және сонда естеріңізде қалатын болады. Және де осы сабақтың астында берілген тапсырманы орындап, практика жүзінде бекітіп отырыңыздар. Және де осы сөздерді конспект ретінде жазып алыңыздар. Келесі сабақта кездескенше берілген практикалық тапсырманы міндетті түрде орындаңыздар.